Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмді болып шығатын ерекше нәзік жаңғақ қосылған лимонды тортын дайындаймыз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ағын азыздан секер сала отырып миксерлейміз. Үстіне бір лимонның соғын құямыз. Мен алдын ала сығып алдым. Әрі қарай миксерлейміз. Осындай болу керек, крем сияқты аппақ. Шамамен 3-4 минут миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысына қалған шекерімізді салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстіне қаймағымыз саламыз. Ас содасын саламыз. Және сгущенканың жартысын құямыз. Жартысын кремге алып қоямыз. Әрі қарай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұн саламыз. Ұнымыз жоғары сұртты болғаны жақсы. Сонда коржымыз аппақ болып піседі. Тестің үстіне жаңағы миксерлеген белогымызды салып, астынан үстіне қарай жақсылап мұқият араластырамыз. Тестіні майланған формаға құйып шығамыз. 220 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Коржымыз піскенше крем жасаймыз. Бөлме температурасындағы сары майды миксерлейміз. Үстіне жаңағы қалған сгущенканы саламыз. Уатылған жаңғағымыз саламыз. Әрі қарай тағы да жақсылап миксерлейміз. Корждың арасына салатын крем дайын. Әрі қарай глазур жасаймыз. Белокқа сахарный пудр саламыз. Какао салып, жақсылап миксерлейміз. Коржымыз дайын пісті, оны екіге бөліп аламыз. Ұзын пышақпен коржды бөліп алдым екіге. Үстіне енді кремімізді жағамыз. Кремнің барлығын жағып болдым. Енді үстіңгі жағына жаңағы екінші коржды орналастырамыз. Коржым биік болып пісті. Үстіне жаңағы шоколадты глазурды құйып шығамыз. Бетін жақсылап тегістеп шығамыз. Холодильникке бір күнге немесе
2-3 сағатқа қойып қоямыз. Кремі жақсы сынуы үшін. Мен тортты бір күн ұстадым холодильникте. Кесіп көрейік. Тортымыз биік шыққан. Дәмі керемет әрі жұмсақ болып шықты. Мен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Көрдіңіздер ме қандай биік шыққан? Толық құрамын описаниеде жазып кеттім. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып кетсеңіздер болады.